Дезинфекция жасайын деп жатырмыз. Блокада антиклопты суға араластырамыз. Блокада антиклоп иісі жоқ дәрі қандалаға жақсы әсер етеді. Отзывтары жақсы. Егер алатын болсаңыздар, осы WhatsApp номерге жазыңыздар, немесе хабарласыңыздар. Қай қалада тұрсаңыздар да сіздерге заказ беріп, және консультация береміз. Қалай пайдалану керексіздер, немен жасау керексіздер. Мынау бізде полисайт деген аппарат 5 литрлік. 3 литрліктер бар, осы біздің YouTube каналдан көрсеңіздер болады. Сондай 3 литрлігін пайдалансаңыз да болады. Егер үйіңіз үлкен болса, үлкен аппарат пайдалансаңыз, өнімді болады. Біз осында қандаланы дәрілейін деп жатырмыз. Және осындай респиратор керек. Респиратор болмаған жағдайда медицинский маска киеміз. Қазір мынаның өзінің крышкасынан 3 қоямыз. 5 литр болады. 5 литрге 5 қоямыз. 5 қоямыз да, сосын жылы сумен араластырамыз. Салқын сумен, жылы сумен араластырамыз. Міне осы крышкамен 5 литрлікке 5 құйдық. Мынаның ішіне құйып 5 құйдық. Мына суды араластырамыз. Әр 1 литрге 1 крышка, осында 1 крышка кетіп жатыр сонда. Мына суды құйып жатырмыз. Дәрімізді дайындадық. Осы диванда қандала бар. 2 жыл квартирада тұрған, және қандала болған соң көшіп кеткен. Бірақ хозяйкасы білмейді, үйге уборка жасатқан. Су, міне қарасаңыздар, еш нәрсе көрінбейді. Мынау тігісінде отырады, бірақ ол бетінде отырмайды. Ол астыңғы тігісінде отырады. Даже қазір бұл матраста да отырмайтын болған олар. Матрастың мынау ағашта отыратын болған болады. Бұрынғы кездері осы матраста отыратын, қазір міне матраста жоқ. Көріп жатырмыз, матраста мынандай тігісінде болу керек еді. Тігістерінде жоқ. Қандаланы іздеп жатырмыз. Қандала деген адам қанымен ғана тамақтанатын қан сорғыш жәндік. Адамның қанын сорады. Әсіресе түнгі уақытта сорған ыңғайлы оларға. Біз түнгі 3-4 күн кезінде тәтті ұйқыға кетеміз. Олар сол кезде шығады. Осындай негізі точкалар болады. Қандала пайда болған кезде бір жерде бірнеше точканы өлтірген өздері. Міне диванда мүлдем көрінбейді. Матрасты алып тастаймыз да, мына диванды қараймыз. Міне байқалып жатыр. Міне қандаланың іздері. Значит, мынаның ішінде бар олар. Матрасты көтеріп тастаймыз да, мынау ағашты көреміз. Матрасты көтердік. Мына астында көрінеді. Яғни астында жоқ болса, жоқ деген сөз емес. Тақ жерін қарап шықтық. Жоқ, тағыладық. Матраста бар екен. Жоқ, салдан қылдық. Оған іздеген өлтіріп тастапты ғой есіп. Енді кроватьті қараймыз. Бұл матрастан таппадық. Енді бұл ағашты қараймыз. Басқа жерде болмайды. Осында диван болған кезде диванды қарай береміз. Міне тауып алдық. Қандала. Түнде шағады да, күндіз осы жерде жатады. Адаммен еріп жүрмейді негізі. Өзіміз оны көбейтіп жан-жаққа шашатын. Қалай шашамыз, жаңағы естігеніміздің бәрін жасаймыз. Уксус дейміз, базардан алып қандаланың суреті бар нелермен дәрілейміз. Содан олар көбейіп кетеді. Көбейіп жан-жаққа қашады содан.
тасымалданатын себебі сол. Ол негізі осы жерде көбейе берген дұрыс болған. Өте көбейіп кетті. Сосын егер пәтер жалдап тұрсаңыз, қорықпай, уайымдамай хозяинға айтыңыз. Болмаса өзіңіз әрекет жасаңыз, дезинфекция жасаудың әрекетін. Өзіңіз түрлі дәрімен шашқан кезде оның ағзасы дәріге үйренеді. Сосын өлгені өлер. Бұны бәрін толық дәрілемейсіздер. Бәрібір қанша айтып, қанша видео салып жатсақ та толық дәрілемейсіздер. Бір жерін дәрілеп, бір жерін қалдырасыздар. Толық дәрілеген жағдайда ғана кетеді. Кетпейміз, осыны бағамыз, біреулеріміз осымен өмір сүреміз, зерттейміз. Ыстық су десе ыстық су шашамыз, уксус десе уксус шашатындар бар. Бұл диванды тастайды да, уксус тиген жері өлер, ол тастайды да басқа жаққа қашады. Ол патологтарға қашады. Бұл жерде еш нәрсе жасалмаған, сол себепті бұл астында да даже матраста да болған жоқ. Тек қана осы мынау ағашта толып жатыр енді. Ағашты көтердік. Және мынандай еспада болады ғой. Әр кезде орындарын ауыстырып жатады. Ағаштарында толып жатыр екен, бұны да көтеру керек болады. Жаңағы көрген қандалымыз құлады. Мына осы ағаштардың арасына кіреді. Мынаның арасына кіреді, пластмассаның ішіне кіріп кетеді. Қазір сынған ағаштардың арасына кіріп алған. Ол өте көбейіп кеткен жағдайда болып жатыр. Мынау да қандалы. Енді осыны дәрілеміз. Толық дәрілеп шығамыз. Әрбір ағашын жеке дәріні дұрыс дайындап аламыз басында. Сосын барып дезинфекцияны бастаймыз. Дәріге қандалаға дәріні шашқан видео түсіру керек еді. Мынау қашып кетпесе, пока мен алып келем дегенше. Әшейінде жай жатады. Анау қауіп төніп тұрғаннан кейін осылай қашады. Негізі мынаны қимылдатпасақ, бұл сол жерде жата беруші еді. Қимылдағаннан кейін осылай қашып жатыр. Мына диванды лақтырып тастайсыздар ғой. Сол кезде осыны жылжытқан кезде ол да орнын ауыстырады. Осыны қысылып тығылып тұрған жерлерінде қалып қалар. 30% міндетті түрде пәтерде қалады. Сіз оны көрмейсіз, олар жан-жаққа тығылып қалады. Ол затты лақтырған кезде де дезинфекция жасап лақтыру керек. Мынаяқтан тағы шығады. Міне қимылдағаннан кейін, диван қимылдағаннан кейін бұлар да қимылдай бастады жан-жаққа. Негізі тыныш қана жатқан орындарында ары-бері қимылдамай жата береді. Міне мынау әлі жүгіріп бара жатыр. Осылай жүгіріп қашып кетеді. Осыны шашамыз енді. Барлық осындай аппараттарда 3 литрлігі, 2 литрлігі болса да аккумуляторныйлары бар бұлардың. Осыны осылай қажет етеміз. Ішіне ауа толтырған кезде мына жағынан міне шашылады. Және бұл регулировка жасалынады. Барлық жерге бірдей тию үшін. Енді шашылады. Ағаштарға қоямыз. Мынау жағында жатыр.
айқашта тұр. Қандағымыз тесіктерін бәрін бұрғанды. Осының бәрін толық қарап. Қазір сол қандағаға әсерін көру керекпіз. Негізі бәрін дайындап алғаннан кейін сіздің бәріңіз дұрыс дайындалды ма, дұрыс дайындалмады ма, соны тексеру үшін қандағаны тауып алып нақ өзіне сепсек, сонда білеміз әсерін. Біліп қойғандай қашып кетті бұларда. Тауып тартып аяқтан шақырдық. Қолтып тастадық. Дәрімізден алғандық. Қолтып тастадық. Соны осылай дәрілей береміз. Мініп кетіп баратқан. Осылай. Осыған дәріні шашып көру керек болуымыз. Әсерін білу керекпіз, сөйтіп. Бәрін шаштық, енді қандай болатын байқаймыз, әсері қалай болады. Өтірік ұйықтап қалатын кездері болады. Өлген сияқты болып тұрады кейде. Дозасы жақсы болған, сол үшін қимылдамай қалды. Түсінбей жатыр ма, негізі дәрі прям бірден әсер етпейді, терең әсер етеді. Дозасы көп болса, осылай бірден әсер етеді. Мына жақта қирап жатыр жаңа дәрі шашқаным. Осылай аяқтарын көтеріп әсер етіп жатыр. Әсер етпесе бұл қашатын еді. Қазір тесіп көрейік. Нетер екен. Осылай любой нәрсеге ілініп алады. Бұл қауіп төнген кезде. Негізі ілініп ары бер көше бермейді. Жатқан орындарында жатады. Әсері бар, өлмейді деген. Енді міне осыны дәріледік, бітті емес енді. Осыны көргенімізді өлтірсек болды кейде, басқа жерге мән бермейміз. Енді осылай бәрін дәрілеп шығамыз. Бәріне құямыз, міндіргелей осылай. Өлгендерде бар, өте көбейіп кеткен кезде бұл өзі белгілі бір уақытта жүреді өзі. Бірақ бала шағасын толтырып кетеді өз өлгенше. Құртап біткен екен. Мыналардың ағараларын осылай қоямыз. Іздерін көрдіңіз, осының арасында қандала бар. Мына точкалар
солардың іздері, қара точкалар. Соның арасынан шығады олар. Құя бергеннен кейін. Осылардың бәрін дәрлеп шығамыз. Толық дәрлейміз. Квартираны дәрлеп болған соң, диванды дәрлеп болғаннан кейін, мынау нені, перделерді, одан кейін мынандай плинтустарға қоямыз былай. Өйткені плинтустың арасына қашады олар дәрлегеннен кейін. Содан кейін бүкіл плинтусты ненің подоконниктің астын, пердені, стеналарды, мынандай плинтустарды дәрлейміз. Ал біздің каналымызға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Біз дәрлеген дәрінің аты Блокада антиклуб. Қай қалада болсаңызды хабарлассаңыздар болады. Біздің телефон номеріміз 8-778-257-61-11. Өзіміз Астана қаласындамыз. Алматы, Шымкент және Талдықорған қаласында бар дәрлейтін специалистерді білеміз. Хабарласаңыз, солардың номерін де береміз. Егер вообще дәрлейтін не жоқ, ауылыңызға дезинфекция бармайтын жағдайда өзіңіз дәрлесеңіз болады. Онда дәріні біз сізге тұратын жеріңізге қарай заказ беріп береміз. Мынаны тағы да қойып қояйық. Міне қатты, бұлар осы уақытқа дейін жүріп кетуші еді, ары бері жүрмей қатып жатыр. Значит, міне дәрі жоқ жерге шығарайық. Кейбіреулері дәрі жоқ жерге шығады, жүгіріп кетеді. Егер дәрі не болса, слабый болса, сөйтеді де ары қарай қашып өмір сүріп кетеді. Диванның бәрін тұрғыздық. Асты бәрі бірінші жылы. Әсері жақсы.
Далее енді астын барамыз. Астын барамыз.
Болды дәрілер бітті. Оларға да күтіп мен боламыз. Тағы да шашып. Өйткені осының жағында көзіне кіреді. Ағаштың көзі дейді қандай. Жұмыстарына көшеміз. Бұлардың ашық жерлері болса ашық жерлеріне. Тексеріп қойып қандай екен. Şeyde de yani çabada da. Дезинфекция жасалған пәтер. Результаты. Қандала өлмейді дейсіздер. Қырылқаптың. Қандала өлмейді. Бұны дұрыс дәрілеу керек. Бұл пәтерді екінші рет дәрілеп жатырмыз. Бәрі өліп жатыр. Бірақ бәрібір екі дәрілеп жатырмыз. Өйткені бұғып жатқандағы шығуы мүмкін.